Сәлем қыздар, бүгін плов дайындайтын боламыз, яғни палау. Ең алдымен еттерімізді жуып, турап, қызып тұрған майымызға қуырып алатын боламыз. Барлығын жақсылап қуырып, қызартып алған соң, пиязымызды турап, етіміздің үстіне салатын боламыз. Пиязымызды еттің үстіне салып, оны да жақсылап қуырып, үстіне туралған екі сәбізімізді қосып, барлығын жақсылап қуырып аламыз. Сосын үстіне мұздай суымызды құйып, бір қайнатып алып, үстіне тұз салып, сосын жай отта пісіріп алатын боламыз. Етіміз піскен соң, күрішімізді жуып, тазалап, оны үстіне салып, жайғастырып, қатты отта бір қайнатып алып, сосын бір отта, жай отта, ең жай отында пісіріп алатын боламыз. Үстіне осылай пакетпен жауып, одан кейін осындай ыдысты қойып қойсаңыздар болады. Күшті болып пісіп шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.